Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Біздің студияның бүгінгі мейманы белгілі ақын, публицист, Ақиқат журналының бас редакторы Аманхан Әлім мырза. Аманхан аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді аға. Аға, осы кеше сізге осы бағдарламаға шақырайын деп сізге қоңырау шалғанымда, біз енді қартайдық қой деп қалдыңыз. Осы әдемі қартаю деген түсінік бар ғой осы біздің қазақтың сөзінде. Осы әдемі қартайды деп қандай кісіні айтсақ болады? Адам әдемі қартаю деген нәрсе ең бірінші өзіңнің қартайғаныңды сезініп, сол қартайғандығына жауапкершілікпен қарау. Жауапкершілікпен қарау деген сөз не? Өзіңнің адами азаматтық ұстанымыңның нықтығын, көзқарасыңның тазалығын, әңгіменің түзулігін, сосын мынау өзі адамдармен қарым-қатынастағы сөйлеу, өзіңді ұстау мәселелерін жөнге қою, жөндеу, яғни имандылыққа қарай. Егер мен қазір 63-тен астым, мен өздерің қатарлы жас жігіттердің ортасында отырып алып, сендердің әңгімелеріңе елесіп, сендердің сөздеріңе, сендердің қимылдарыңа ілесіп, соны жасағым келіп отырса, айтқым келіп отырса, ол жараспайды. Өз қатарымның, өз ортамда ондай әңгімелеріміз өзгеше болды. Ал енді жастарға келгенде, жалпы үлкен ортада болсын, өзіңді ұстай болу керек, жасыңа қарай. Ал егерде өзіңнің жасыңның келгенін мойындамасаң, оған жауапкершілікпен қарамасаң, мен ондай адамдардан кісілікті, азаматтықты, үлкендікті күтпеймін де, көрмеймін де ондай адамның бойынан. Сондықтан өзім шамам келгенше бүкіл болмысыммен осы жасыма лайық болғым келеді, 60 жасыма. Мысалы, әдемі қартаю деген не? Әдемі қартаю деген ішкі жан дүниең қаншалықты таза болса, сыртқы кескін келбетіңмен жүріс-тұрысың сонымен үндесу керек. Яғни тілмен айтқаныңды діліңмен, іс-әрекетіңмен, жаныңмен бекітуің керек. Міне, сол кезде әдемі қартаю болады. Сосын жалпы әдемі қартаю деген сөз сана сезіміңнің сыртқы пошым порымыңның үндесуі. Іс-әрекеттеріңменен сана сезімің, айтқан сөздеріңнің бір-бірімен үндесіп жатуы. Ал егерде жасың 60-тан асқаннан кейінгі іс-әрекетіңмен сөйлеген сөздерің үндеспесе, оны мен үлкен қарттық, қариялық деп айта алмаймын. Неге? Қазақта әдемі сөздер бар. Бір елдің үлкені дейді, қариясы дейді, ақсақалы деген ұғымдар бар. Тіпті одан ақсақалдықтан асқан кезде абызы дейді. Аға, сосын осы біздің қазір қоғамда бір әлеуметтік желіде болсын, басылымдарда болсын, осы бір қазір ақсақал қалған жоқ деген бір мәселе бір оқта-текте бір көтеріліп жатады, айтылып жатады үнемі. Осының себебі неде? Бір кәдімгі өзіңіз айтып отырған бір батагөй ақсақалдардың, салихалы кісілердің, қазыналы қарттардың орнын кейінгі буын неліктен бір лайықты баса алмай жатыр? Жоқ, ол ақсақал жоқ деген сөздің бәрі бекер. Өйткені көпке топырақ шашпау керек. Көпке топырақ шашу деген сөз ол қателесу деген сөз. Өйткені ол көптің ішінде жақсысы да болады, жаманы да болады. Мен мысалы Мекемтас аға Мырзахметовпенен әңгімелестім. Міне жеке бір адамды айтайын. Міне бұл кісі қарт, абыз. Неге біз қазір жоқ деп айтуымыз керек? Ол кісі айтып жатыр, жазып жатыр, Абайдың құпия жұмбақтарын ашып жатыр, еңбек етіп жатыр, жастармен отырған кезде ақылын айтады. Абайдың қара сөздерінен үлгі алыңдар дейді. Неге біз онда Мекемтас ағаға қарап отырып, абыз жоқ деуіміз керек, неге қарт жоқ деуіміз керек? Мысалы, Өмірзақ Айтбаев аға отырған жерлерінде
кәдімгі үлкендерге деген әңгімелерді айтып отырады, бір артық сөз, болмаса бір іс-әрекет көрмейсің. Неге біз ол кісіні бұлар барда, неге абыз айтпасам ақыл айтатын, ақсақалды көрсететін адам жоқ деуіміз керек. Ал сөз жоқ, ақсақал болу, болмаса үлкендік көрсету деген кез келген нәрсеге араласып, кез келген нәрсеге тұмсығыңды тығып сөйлей беру ме екен? Сондықтан ақсақалдықтың да үлкендіктің де жөн жосығы бар. Соны ретіне қарап отырған адам сондай. Сондықтан жаңағы әлеуметтік желілерде ақсақал қалмады деп жазып жүргеннің бәрі асығыс әңгімелер. Бір нәрсе болса ақсақал жоқ дейміз. Бір нәрсе болса осыны жөндейтін үлкен жоқ дейміз. Неге жоқ? Бар. Олар мен үлкенмін, мен ақсақалмын деп төсін қақпайды ғой. Жалпы мен мынау жақсы адамдарды каскадерлар деймін сияқты. Мысалы, каскадерлар рөлде отқа да түседі, суға да түседі. Актер бәрі атағын алады. Каскадер тасада қалады. Екінші планда. Жақсы жаңағы ойынның бәрін отқа түсу, оқ ату, бәрін каскадер жасап жатыр, актер атағын алып жатыр. Сол сияқты жақсы адамдар. Олар көзге түспейді, мен деп кеудесін соқпайды, қолынан келген жақсылығын жасап жатады. Сондықтан біз көп жағдайда оларды байқай бермейміз. Өздері де байқала бермейді, төсіріп. Біз де байқай бермейміз. Мысалы, мен ауылда білем, тамаша адамдарды, ақсақалдарды, олар жастарға ақылын айтып отырады, имандылықты үйретіп отырады. Ол неге біз жоқ деуіміз керек? Сондықтан мен бұндай ұғымдарды көпке топырақ шашпай үйрену керек деп айтар едім. Өйткені көптің ішінде жақсы да болады, жаман да болады, ақ та болады, қара да болады. Тіпті біз телеарналарда көп жағдайда жақсылықты көп айтудың орнына көлеңкелі жақтарды, жамандықтарды көп айтамыз. Неғұрлым жамандықты көп айтсаң, соғұрлым жамандық өріс алады. Неғұрлым жақсылықты көп айтсаң, жақсылық өріс алады, кеңейеді. Міне біз жақсылықты көріп үйренуіміз керек. Аға, онда мынандай сұрақ. Сіз осы қоғамда болып жатқан, жалпы елде болып жатқан әртүрлі мәселелерге байланысты әрқашан бір сергек қарап өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жүресіз ғой. Ал осы жаңағы біз айтқан әлеуметтік желі болсын, басылымдарда болсын, зиялы қауым өкілдері, тіпті журналистер, басқа қауым бір елдегі бір мәселелерді, проблемаларды бір тек биліктен көретін сияқты бір жазбалар жиі кездесіп жатады. Осы позиция қаншалықты дұрыс? Дұрыс емес. Тек қана биліктен көру, болмаса басқадан көру, ол дұрыс емес. Алдымен өзіңді өзің таны. Сен кімсің? Маған Қалтай Мұхамеджанов марқұм ағам айтатын, Аманхан, анау менен неге озып кетті деме, мен неге содан қалып қойдым деп айт дейтін. Міне сондай болу керек. Неге мен жаманмын? Неге мен өмір сүре алмаймын деп өзің қарауың керек. Маған біреу берсін деп қарамау керек. Мен қалай соларды ала аламын, еңбегіммен, маңдай теріммен деп қарап үйрену керек. Ал енді билікке келейік. Мысалы, біреулер билігіміз жаман деп жатады. Ол сенің билігің, менің билігім, біздің билік қой. Біз өзіміз соны таңдадық, сол мемлекетті таңдадық. Мына Германияда бір тамаша қасиет бар. Немістер айтады екен, Германияны мені асырамасын, мен Германияны көтеріп асырауым керек дейді екен. Жеке адамдар. Өйткені ол менің Германиям деп сөйлеу үйренген. Біз кілең маған билік берсін деп отырамыз. Бұл жерде Аманханды дұрыс түсінсін. Мен білемін, ертең біреулер бұл билікке жағымпазданып әңгіме айтып отыр дейтінін де. Бірақтан билікке десең қарсы жүр. Билік саған қарсы жүрсін. Мысалы, Аллаға сен қанша қарсы жүрсең, адымдап Аллаға қарсы, ол саған соншалықты қарсы жүреді. Алла. Егер сен Алладан қаншалықты қашсаң, о да саған қырын қарайды. Бірақ ол мейірімді, рахымды. Сондықтан осы нәрсені үйренуіміз керек. Менің мемлекетім, менің үкіметім деген тіркесті үйренуіміз керек. Мен мынау Рафаэль деген ағамызға неге риза боламын. Бір жолы Шешенстанға барғанда
біздің биліктің атына қатты сөздер айтыпты бір шешен. Сонда Рафаэль ағамыз айтыпты, сен неге менің президентім, менің билігім жөнінде бұндай сөз айта саласың? Сен кімсің ол? Сен білесің бе ол билікті? Деген. Міне бұл өзін осы мемлекеттің толыққанды азамат екенін көрсету. Қазір сондай-ақ бір мынау билік, мынау халық деген сияқты екі бөліп қарастыруда бір етек алып бара жатқан сияқты. Осы қаншалықты дұрыс болды? Бұны олай дейтініміз олардың өйтіп ойлайтындығы. Әрине, бұл жерде билік тарапында толғақтауға болмайды. Бұл жерде 100% билік кінәлі, 100% қоғамдағы адамдар, қазақ қоғамы кінәлі деуге де болмайды. Яғни бұл екі аралықта түсінбестік жағдай жүріп жатыр бір-бірін. Биліктің ішіндегі ішкі сыртқы құрылымдағы құпияларды білмейміз. Ал билік кей тұстары үлкен қазақ қоғамындағы жетістіктерді де көре бермеуі мүмкін. Ал осы ортада кім жүру керек? Билік пенен халықтың арасында. Онда зиялы интеллигенция үлкен рөл атқару керек. Байланысшы, көпір болу керек. Біз журналистер көпір болуымыз керек. Билік пен халық арасындағы байланысты нығайтуға, жеткізуге. Демек, бұлай бөліп қарау қате түсінік қой? Қате түсінік. Билік пен қоғамды, халықты бөліп қарауға болмайды. Билік халықтың билігі. Халық сол билікке үміт артып отқан, соған тағдырын тапсырған ел жұрт. Сондықтан биліктегілер қашанда да өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Ұлт алдындағы, халық алдындағы, қоғам алдындағы. Әрине, біз қазір жаппай билік жамандай берсек болмайды. Кемшілік бар, жетістік жетпей жатқан жерлер бар. Сөз жоқ. Ал бірақтан оның барлығын қап-қарағып көрсетуге болмайды ғой. Салыстырмалы түрде айтайық. Мысалы, Өзбекстаннан біздің Қазақстанға келіп өзбектер жұмыс істеп жатыр. Біздің қазақтар солар сияқты елінен безіп, жерінен безіп кетіп жатыр ма? Меніңше жоқ ондай. Жұмыс іздеп, күнкөрістің қамыменен. Міне салыстырмалы дүние. Біз өз іргеміздегі мемлекеттермен ел жұртпен өзіміз салыстырып үйренуіміз керек. Салыстырмалы дүниені ажырата білмесек, онда біз сөз жоқ. Тек қараны көреміз. Тек қана жаманды көреміз. Тек қана кемшілікті көреміз. Меніңше бір жақты қарауға болмайды дүниеге. Аға, ілгерідегі бір сұхбатыңызда сіз Ресейден шығатын «Наш современник» деген журналды мысалға келтірген едіңіз. Кәдімгі сол баяғы Пушкин, Некрасовтардың заманынан бері қарай шығып келе жатқан журнал ғой. Осы басылымды қарап отырсаңыз, сонау баяғы сол жаңағы айтып отырған ақындардың кезінен ақ бір өздеріндегі бір орыс мүддесі деген бір идеялары әлі күнге дейін бір үзілмей келе жатқан сияқты. Ал біздің қазіргі басылымдарда неге осы жағы кемшін? Әдемі сұрақ. Мен осыған көп ойланамын. Мынау кеңестік кезеңде 5 жылдықтар деген болған. 10 жылдықтар, 5 жылдықтар деген болған. 5 жылдық жоспар, 10 жылдық жоспар деген. Ал рухани дүниеде, бұл экономикада болуы мүмкін. Ал рухани дүниеде 5 жылдық жоспар, 10 жылдық жоспар деген болмайды. Ол қазақ болып жаратылғаннан бастап, тіпті одан ары кетсек, адам болып жаратылғаннан бастап, бүгінгі күнге дейінгі мәдениет, өркениет, идея, идеология үзілмеу керек. Жақсы болу деген, өлтірме деген. Сол сияқты біздің журналдарда көбісі ұсталмайды. Дәстүр сабақтастығы үзіліп қала береді. Үзіліп қала береді. Үзіліп қала бергенде, жаңағы өзің айтып отқан «Наш современник» журналы, Москва журналдары, о бастан орыс мүддесі. А бізде Некрасов келді, одан
Пушкиндер келген бүгінгі күнге дейін орыс мүддесін жазады, орыс идеясы, идеологиясын жүргізеді. Ал бізде де бар сол, бірақ ол үзік жүреді. Үзік билік ауысқан сайын басқа адам келген сайын басқа. Мысалы редактор келеді да өзімен бірге команда алып келеді, өзімен бірге адамдар алып келеді. Бұрынғы редактордың жасаған тірліктерін жоққа жасауға тырысады. Яғни редакцияның жұмысын өзінің шинеліменен, өзінің киімімен өлшейді, өзінің ой санасымен деген сөзім бұл, образбен айтып. Сөйтеді да оның алдындағы ең игілікті істерді кейінге сырып қояды. Олай болмау керек. Журналдың ұстанымы сол ұстаным болып қалу керек. Ол не? Ол ұстаным не? Бірінші, мемлекеттік, ұлттық, қоғамдық. Осы үш нәрсе бағытта жұмыс істелу керек. Мемлекет тән болса, ұлт жан. Еш уақытта бірінші мемлекет жаралмаған. Бірінші ұлт адам жарал. Адам содан ұлт етіп жараттым дейді Алла Тағала өзі. Мен сендерді ұлт етіп жараттым дейді. Сондықтан алдымен ұлт, одан кейін мемлекет. Мемлекеттен ұлт жан. Міне, осы екеуі үндесу керек. Егер де мемлекеттің адамдары жаны, ұлты, яғни ұлт дұрыс болмаса, онда мемлекетте дұрыс емес. Аға, сіз жақында осы Facebook әлеуметтік желісінде мен бөрмін, мен көкжалмын деген сияқты сыңайдағы өлең жазатын ақындарды сынаған едіңіз. Сізден цитата келтірейін. Ол рух көтеретін өлең емес, ол бар болғаны орысша айтқанда наивность. Тіпті неполноценный адамның сөзі дейсіз. Мұндай тұжырымға келуіңізге не себеп болды? Өйткені бұл сөзді мені бір жеке адамдардың бөрі туралы жазған өлеңдерінен келіп шыққан ой емес. Мен білемін, кейбіреулер бар, өзінің атына қабылдап жүрген. Өйткені ол сондай, мен бөрімін, көкжалмын, қасқырлармен арпалсам деген өлең жазған біреулер. Ол сол адамдар ойлап жүр, мен айтып отыр деп. Ол адамдар қатты қателеседі. Мен әдебиеттегі тенденцияны, ұстанымды айтып отырмын. Өйткені қазір қай ғасырда өмір сүріп отырмыз? Осыны ажырата білу керек. Рас, мифті пайдалана білуіміз керек. Бөрімінде бөріден тарылды деген миф ол. Аңыз, біз оны әдебиетімізде пайдалана білуіміз керек. Бірақ оны қалай пайдаланып жүрміз? Мәселе осы тұрғыдан айтып отырмын. Қазір екі жас ақынның біреуі, мен бөрімін, көкжалмын, бабам гум болған, сақ болған, мен арғы тегі мықты болған. Сен қай ғасырда өмір сүріп отырсың? Сен соларға лайық мықты болсайшы одан да. Кілең өткенді малдана бермей. Қашанғы біз өткенді малдана береміз? Біз өзіміз соларға тұратындай болуымыз керек қой. Неге айтпасам Қытай айдаһардан жаралдық деп жаза бермейді Қытайдағылар. Не болмаса орыс өзін аюмын деп неге жазбайды? Мен аюмын, Қытай айдаһармын деп. Біз кілең прагматикалық ойлау жүйеміз кейіндеп қалған. Мені қоштап біраз ақылды адамдар жазды. Мен ешқандай қарсы емеспін, ол өзіне керек болса жаза берсін. Бірақ мен қазіргіні жазуым керек. Қазіргі көңіл күйімді, қазіргі жан дүниемді. Рас, менде де бар мысалы, ертекті пайдаланған, сорғұдықтың басына сорға қонған Ерназардың бүгінде күйін кештім. Менде сөйтіп жазуыма, Ерназар деген өлең жазуыма болады, әйтсем ертестік деген. Мен соның ішінен бір ғана детальді алдым. Сорғұдықтың басына сорға қонған Ерназардың бүгінде күйін кештім. Мен кеше Ақылбек деген бір жас ақынның өлеңін оқыдым. Мен дейді, анам есіме түскенде дейді, кейде дейді, ішім ұлып бөрідей дейді, ішім ұлып, жұртта қалған ой сияқты ойым ұлиды дейді. Бір ғана кішкентай екі-ақ жолмен айтып отыр, мифті пайдаланып. Сондай болуымыз керек. Ал жаңағыдай репортаждың керегі жоқ. Мен бөрімін, қасқырмын, мен иттермен арпалысып жатырмын, олар мені қанжоса қылып жатыр, мен бірақ аянбаймын, жаным бір жерім тістеп жатса, бұл репортаж.
бұл журналистикалық тәсіл ұйқасқа түсірілген. А мен оны қалай поэзия деп қабылдаймын? Бұндай тенденцияның зияны қандай сонда? Зияны бұл өткенге қанағаттандырып жалған пафосқа үйрету адамдарды. Қазір даңғазалықтың, даукестіктің, өткенді көксеп, аңсап, жылап, сықтаудың заманы өткен. Қазір тура осы өмірдің, нарықтың кезеңімен өмір сүру керек. Нарық саған қалай келді, сен солай жауап бер. Солардың ішкі сыртқы құпияларын үйрен. Соларға қарсы тұра бер, ұлт ретінде. Жаңа әңгімемізді аға әдемі қартаюдан бастадық қой. Осы қазір қазақтың бір зиялы қауымының ақсақалына айналып қалдыңыз ғой өзіңізде. Былайша айтқан кезде. Әдебиетте болсын, жалпы өмірде болсын, бір соңыңыздан еріп келе жатқан іні қарындастарыңызға нені өсиеттер едіңіз? Мен ең бірінші... Менің мынадай бір қателігімді қайталамас екен деп тілер едіңіз? Мен өмірде көп қателік жібердім. Сосын өмірде жақсы адамдардан көп жақсылық көрдім. Әуелі Құдай, сосын жақсы адамдар. Егер мен қазір дұрыстау адам болсам, қызметім дұрыстау болатын болса, осыған жеткізген әуелі Құдай, сосын жақсы адамдар. Жақсы адамдардың шапағаты. Сондықтан мен мынау қазіргі жастарға айтар едім. Сырттан іздемеңдер, жауды да, өзіңе қарсыласты да, өзіңе бәсекелесті де, өзіңнен ізде. Егер сен өзіңнің бойыңдағы кемшіліктерді жеңе білсең, сенің сырттағы сені жек көрді-ау деген, болмаса сені шеттетті-ау деген адамдардың өзі де алдыңда тік тұрады. Өйткені сен имандылықтың бір көрісі ішіңдегі нәрселерді, нәпсіңді тиіп үлгердің. Нәпсіңді тию деген не? Ол арақ ішуді тоқтатуменен, болмаса темекі тартуды тоқтатумен шектелмейді нәпсіңді тию деген. Нәпсіңді тию деген жалпы адами, азаматтық қарым-қатынастағы процестерді жөндеп алу. Мысалы, біреуді сені ренжітіп жатса кешіре білу, соның ақырын күтіп сөзін кезегенде тоқтата білу. Жалпы мынау жауапкершілік деген нәрсені ұмытпау керек. Жасыңның келгеніне жауапкершілігін сезін, жұмысыңдағы жауапкершілікті сезін, анаңның алдындағы жауапкершілікті сезін, балаңның алдындағы жауапкершілікті сезін, қоғамның алдындағы жауапкершілікті сезін, мемлекетіңнің алдындағы, ұлтыңның алдындағы, сосын өзіңнің Алланың алдындағы адам ретіндегі жауапкершілігіңді сезін. Жауапкершілікті сезінген адам немқұрайлы болмайды. Бізде көп жағдайда жауапкершілікті сезінбейміз. Тіпті мен айтар едім, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, я Алла, мен таңды тыныш аттырдым ғой, осының өзі бақыт деп сезіну керек. Сосын табалдырықтан шығарда Алла мені бағып тұр деп, маған әрбір ісімді қадағалап тұр деп шығу керек. Мен бір қызық әңгіме айтайын. Өте керемет, тәрбиелік мәлі. Бұл Өзбекстанда болған дейді. Бір Өзбекстанның үлкен институтының ректоры зейнетақыға шығар кезде бір үш деканты шақырып апты. Оңаша біртіндеп шақырып алып, сен маған пара бер деген ғой, маған мынандай нәрселер әкеп бер, мен сені ректор қоямын деген, орныма қойып кетемін деген. Анау мақұл деп шығып кетеді. Екіншісін шақырады, екінші декант. Шақырып алады да айтады, мен сені ректор қоямын орныма дейді. Сен маған мынандай нәрсе әкеп бер, мынандай нәрсе. Бірақ ешкім көрмесін дейді. Одан мақұл ешкімге көрсетпеймін дейді. Үшіншісін алып келеді. Оған да соны айтады. Үшеуі кетеді, бір-біріне білдірмейді. Біреу алып келеді, сумкасына толтырып, жаңағы ректордың алдына қояды. Міне, ешкім көрген жоқ, ешкім білмейді дейді. Екіншісі келеді, о да сондай, сый сияпатын алып келеді, ешкім көрген жоқ, тіпті әйеліме де көрген жоқ дейді. Үшіншісі келеді, түк жоқ. Кеп отыр осылай қарап. Сен неге ештеңе әкелмедің дейді. Сіз айттыңыз ғой, ешкім көрмесін деп дейді. Мен не әкелем, Алла көріп тұр ғой дейді. Міне, қанша мән жатыр. Алла көріп, біз жұмысқа шығарда, болмаса басқа жаққа барарда, Алла бақылап тұр, Алла қадағалап тұр деген нәрсені үйренуіміз керек. Сонда біздің
парақорлығымыз болмайды, сонда біздің жемқорлығымыз болмайды, сонда біздің басқа да жағымсыз іс-әрекеттеріміз болмайды. Әрине, мені ешкім қадағалап тұрған жоқ десең, онда ұрлап кетуің де мүмкін, парада алып кету, басқа да тірліктер жасай беруің мүмкін. Ал енді жауапкершілікпен мені біреу қадағалап тұр, көкте Алла қадағалап тұр десең, міне сонда ештеңке болмайды. Өйткені бірінші нәпсіңді тиясың, екінші иманыңа ерік бересің, мені қадағалау жауапкершілікті сезінесің, қадағалап тұрған Алланың алдындағы. Сондықтан ең бастысы жауапкершілік. Аға, неден қорқасыз? Әуелі Құдайдан қорқам. Жалпы қорқатын нәрсем сол. Екінші, өзімнің нәпсі тия алатын, не тия алмайтын қасиеттерімнен қорқам. Жалпы өзімнен қорқам. Мұқағалидың да өлеңі бар, басымнан қорқам деген. Ол жерде Мұқағали оны айтқанда өзінің кейбір іс-әрекеттерінен, адам жалпы өзінен қорқып үйрену керек. Мен мына жерде мынаны бүлдіріп аламау, мен мына жерде мынаны жасаймын, жақсылық не жамандық деген нәрседе адам өзінен қорқу керек. Айтады, біреулер бір сөз бар, шайтан тіліңнің ұшында тұрады деген, тіліңнің астында тұрады деген. Міне, айтады, Құдай мені тілімнен жаңылдырмасын дейді. Неге? Өйткені тілімнен қорқам. Қандай арманыңыз бар? Арманым, адамда арман көп болады. Жалпы мен армансыз деген адамды жек көрем. Армансыз деген адамды жек көрем. Ол өмірден өткен адам. Мен армансыз деген, армансызбын деген. Жасың 100-ге келсе де, мен армансызбын десең, онда сен өмірден өтіп кеткен адамсың. Мен жасым 100-ге келсе де, қазір 60-тасымда арманым көп. Ертең болашақ ұрпағымыз қазақ аман болсын деп тілеймін, армандаймын. Біздің тәуелсіздігіміз баянды болсын деп армандаймын. Қазақ халқы ұлт ретінде өмірден жойылып кетпесін деп армандаймын. Сондықтан арман өте көп. Қазіргі жастарымыз заманнан, уақыттан қалмайтын, мына нарықтық кезеңді игеріп, өркениетті ілгері кеткен мемлекеттерге қосылса, мемлекет азаматтарындай болса екен деп армандаймын. Арман өте көп. Айтып отырмын ғой, мен өткеніме қанағаттану арқылы болашағымды армандаймын. Өткенімнен сабақ аламын. Жалпы мынау біз баяғыда Қалтай аға Мұхамеджанов айтып еді, Аманхан айналайын, мен сеннен де үйренем артымдағы. Өз қатарларымнан да үйренем, алдыңғы ағаларымнан да үйренгенмін деген. Сол сияқты біз алды артымыздан өткен кеткенімізден бәрін үйренуіміз керек. Болашақтағы ілгері өркениет өсіп кеткен елдерменен тең тұратындай дәрежеге жеткенше армандай беруіміз керек. Өткенменен малданып, өткенде батыр болғанбыз, өткенде заманымыз мынандай болған, аттың үстінде жортып жүрміз дегеннің бәрі жақсы. Ол рәсті. Тарихымызда аттың үстінде жортып жүргенбіз, осы кең даланы аттың үстінде қорғағанбыз. Бәрі дұрыс, бәрі жақсы, бәрін айтуымыз керек. Бірақтан оны малданып, өткенімізді малданып, болашақты ұмытып кетуге болмайды. Рахмет аға, осылай студиямызға келіп, салиқалы сұхбат бергеніңізге, ашылып әңгіме айтқаныңызға алғыс білдіреміз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет сізге. Жақсы. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, біздің студияның қадірлі қонағы болған ақын, публицист, Ақиқат журналының бас редакторы Аманхан Әлім мырза. Бұл жарты сағат жақсымен өткізген жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.